Бүгін көтеріп атқан бағдар осы үлкен мәселе обсуждение послания президента, стратегия Казахстана 2050. Поэтому это один вопрос. И второй – это привлечение новых партийцев, новых наших граждан, которые хотят работать и, как говорится, быть в партии «Адилет». Поэтому эти два главных вопроса мы сегодня поднимаем. И самое главное, и третий вопрос, вот здесь мы не запланировали, о переизбрании директора представительства филиала нашей партии, партия «Адилет». Вот третий вопрос, три вопроса. Поэтому сегодня у нас приехал Тулеген Сулейманович, председатель партии «Адилет» Казахстана. Тулеген Сулейманович все области объезжает, везде во всех областях был, поэтому вот запланированная поездка в Чемкенскую область. Вот. Предоставляем слово вам. Ассаламу алейкум. Да, күн тәртібінің мәселесін айтып кеттім, ләкин дұрыс. Енді ол елбасының стратегиясы 2050 деген. Біз Алматыда өзіміз аппаратта да, саяси кеңесте де бұл мәселені қарап, талқылап, бір пікірге келдік. Соны сіздерге жеткізейін өзіміздің пікірімізді. Бірінші, елбасының жолдауын қолдаймыз. Екіншіден, өзіміз саяси партия болғандықтан сол бағдарламаға қарай отырып, саяси әділет партиясының жолы болу керек. Саяси реформадан қалай өткізу, экономикалық реформа мәселесін қалай шешу керек, әлеуметтік мәселені қалай шешу керек. Әлеуметтік мәселенің төңірегінде қазір үлкен әңгімелер жүріп жатыр, байқап отырсыздар. 63-ке көтереміз деп жатыр бір. Екіншіден мынау жаңағы накопительный пенсионный фонд дейді, 11 фонд. 2008-де біз бағасын бергенбіз. 2008 жылы сол мына дағдарысқа қарсы біз бағдарлама жасағанбыз. Сол кезде айтылған елбасына да жібергенбіз біз. Парламентқа жібердік өз көзқарасымызды. Өкіметке де жібердік. Осы мына пенсионный фондтың балағын тауып отырып, көріп отырып. Сол кезде біз ұсыныс айтқанбыз. Бұлар тоқтату керек. Сондықтан біз осы мына 2050 деген бағдарламасында елбасының айтып кеткен мәселесі жөнінде көтерген мәселе сол. Әлеуметтік мәселе бар, бірақ саяси мәселесін әзірше аса көтерілген жоқ, бірақ та мына жергілікті өз-өзін басқару деген мәселе көтерілді. Оны естіп отқан шығарсыздар. Енді әр ауылда, әр жерде қалай әкім сайланады, оны да білесіздер. Өкінішке орай әрине біздің ұсынысымыз былай болатын. Әр ауылдың әкімін жергілікті ел өзі сайлау керек деген. Енді ауылдың жағдайын, ауылдың азаматтарын, сол ауылды жергілікті азаматтар жақсы білгенін кім біледі оны? Мысалға, ауданның әкімі біле ме оны? Ал егерде екінші вариантымыз біздің былай болатын. Сол ауылдың кеңесінде, кеңес деген бар, солардың ұсынысы бойынша, солар ұсынсын. А сіз әкім ретінде мәслихатқа сосын соны ұсыныңыз. Ал енді мына зейнетақына келгенде ол жағынан да біз мәселе январ айында жібердік. Парламентқа жібердік, өкімет басына жібердік. Жалпы біздің ұсыныстарды жоққа шығарып отырған жоқ. Екі министерстводан хат алдық, жауабын алдық. Елбасы өкіметтің алдына, қоғамның алдына қойған мақсаты бар. Соған біз өзіміздің саяси партияның жолы көзқарасымызды айтуымыз керек. Сол жағынан жұмыс істеуіміз керек. Оған ат салысатын сіздер де. Мысалға жергілікті жерде болып жатқан кемшіліктер қандай? Істеліп жатқан тіршілік қандай? Сіздер білмегенде біз қалай білеміз? Анаяқта отырып. Мінекей. Сондай мәселелерді осы жерде көтеретіндей. Сосын кейін ол мәселені көтергеннен кейін бізге жіберіп отырып, біз жерде қарап көмек керетін болса, біз жағы көмектесетіндей. Сондай саяси партияның алдында тұрған мақсат ол ана көшеге шығып, елді жинап, қызыл туды көтеріп, ақ туды көтеріп, қара туды көтеріп айқайлау емес. Саяси партияның негізгі мақсаты қоғамдағы болып жатқан мәселені түбегейлі соны түсіне білу керек. Өкіметтегі болып жатқан жағдай, соның мысалға болып жатқан кемшіліктерді таба отырып, соның жолын іздей білу керек. Соның жолын айта білу керек. Соны қоғамға жеткізе білу керек. Саяси партия біріншіден бізге осыдан 2 ай бұрын, 3 ай бұрын арыздары бар. Партия көтем деген азаматтар. Соларды партбилет уже қабылданған, сол партбилеттерін берілуге рұқсат етіңіздер. Оппай Бақытжан.
Kopay Bağlan. Recep. Ratqabekova Maqbal Mырзахметовна арызы түскен. Обжанов Олжас, Сериков Оразбек, Сатаев Әбдібек, Ажыбаев Мейірхан, Қолдаров Әбдімәлік, Төлепова Гаухар, Нурзиева Эльвира, Алиметов Нурғали, Сейітова Айгүл, Ақыбаева Гүлмира, Томанова Гүлжамал, Радометова Айжан, Оксыбаева Ғалымжан, Битаева Айжан, Омаров Бауыржан, Ансалысова Гүлжан, Жаппақұлова Ағайша, Адасханова Раушан. Аталған кісілерді партия мүшесіне алуымызға қалай қарайсыздар? Қабылдаймыз ба? Онда қабылдайтын болсақ список бойынша дауыс берейік онда. Кім? Жалпы, иә. Осы азаматтарды қабылдау үшін дауыс көтеріңіздер. Қарсы? Жоқ. Онда бұл кісілерді құттықтап қояйық. Біздің Әділет партиясының шаблонды түрде тек өзге партиялардың қайталағанын қайталап, өзіміздің жұмысымызды тоқтатып қоймасақ деп отырмыз. Яғни мына қарбаласып жатқан мына заманда әділет деген сөздің өзі үшін, мен өзім негізі сол әділет деген сөздің өзі үшін ғана кіріп осы партияға. Неге десеңіздер, енді Қазақстанның 90%-ның бәрі әділетті болуы мүмкін емес қой. Тек таңдаулы ғана адамдар. Мен сондықтан сенем төке. Осында отырған адамдардың бәрі сол әділетті қолдаған таңдаулы адамдар. Біздің партиямыздың алға қарай ілгерілеуі, мен ойлаймын, осы жастардың арқасында. Сіздердің мінекей Құдайға шүкір ақсақалдарымыздың ақылының, контролінің шеңберін белгілеп отырғанның арқасында жастар алға қарай ілгерілеп Қазақстанның бүкіл саясатын алға қарай жылжытамыз дейді. Мынау радикалды көзқарастағы жастарға мемлекеттік саясаттың баршаға ортақтығын және оның ешкімнің құқығын шектеуге бағытталмағандығын жеткізуіміз. Қазір мына өздеріңіз білесіздер, өзіміздің арамызда жастардың көбісі радикалдық көзқараста тұр. Елде, әлемде барлығы солардан шошынады. Ертең өзге сырттан біздің елімізге әкеліп жік саламын деген адамдар бірінші кезекте соларды пайдаланады. Соны неге бізге ойланбасқа, неге бізге қарамасқа, солармен неге сөйлеспеске, неге олар ондай көзқараста тап болды? Солардың көзқарасын өзгертіп, мүмкіншілігі болса, олардың ішінде де ақылды, пассионарлы жігіттер бар. Мынау Гумилев айтпақшы. Пассионарлы, солардың күш қайратын мемлекеттің ары қарай ілгерілеуіне пайдалансақ деген ой. Мемлекеттің саяси өміріне көңілкесті елеулі өзгерістерден тыс қалмау керек. Пенсия реформасының, соның ішіндегі жинақтаушы қорлар қызметінің түгі, Әділет партиясының жүргізіп жатқан саясатына мен өте разымын. Біздің ұсынысымыз мынау Әділет партиясының атына сай әділет ұшқыны және жарты жағын Искра справедливости деп атаған газет шығарсақ деп жатырмыз. Бұндай өзіміздің газетімізді құрсақ, ол сайт арқылы өзіміздің, мысалы, әрбір партияның мүшесінің айтатын нәрсесі. Құдайға шүкір, арамызда депутатымыз бар. Депутатымыз билікте отырып, биліктің ішінен көріп жатқан нәрсесі бар ғой. Соның бәрін айтса, біз соның бәрін үнемі жариялап отырсақ, сосын жастардың, студенттердің өздерінің ойлары бар. Солардың бәрін енгізіп отырсақ, алға қарай жылжытып, ісімізді тек қана өрге қарай сүйреп отырсақ дейміз. Құрметті жиналысқа қатысушы қауымдар, Әділет партиясының төрағасы Төлеген бауырымыздың елге келіп, атының басын бұрып, өзінің ой пікірін сұхбаттасып отырған үшін кісіге бірінші рахметімді айтамын. Партияның мақсаты билікке әділдікпенен жету. Келешекте Әділет партияның әділеттік екендігін. Ал жаңада газет шығарамыз деп жатырмыз. Газетте біз біреуді ғайбаттамауымыз керек. Біз барлық уақытта әділдігімізді білдіріп, алға қарай басуымыз керек. Мынау Әділет партиясы жөнінде бұл әділдік үшін ғой. Біздің ұранымыз әділ деп жаңа бағдарлама жасалғанда тек әділдік үшін күреседі дейді. Мектептерде мұғалімдер, мысалы, ер мұғалімі 63-ге келіп зорға титықтап жүргенде 63-ге шығатын қыздарға не? Осыған мен қарсымын. Бастауыш кластың әйелі мұғалімін. Ол елуінің өзіне қазір, елуінің өзіме барып тексеріп жүрмін. Осы мектептің ана шаралын бергенде деймін, діре табылып балалардың дейді. Өйткені
немерең шөберең бір екі балаңды ей десең анау алдыңдағыны алып кетеді, үстіне аттап кетеді. Ол 30 баланы тәрбиелейді. 60 кәтіп жетеді ол. Әділдігін ойлайықшы. Әділдігімізді айтып өтсем, мінекей, осында. Соны жоғары басшыларға жеткізе білсем, мінекей. Мына біздің адамдық қасиетіміз. Әділдік үшін көп нәрсе айтылады. Ол айтылып та жатыр. Мінекей. Әділет еш уақытта жойылмайды. Әділет партиясы басқа партияларда емес. Өйткені әділдік үшін күресетін партия бұл. Бірден-бір партияның біреуі. Сізбен ұстайтын партия. Сол секілді мен қолдаймын. Әр уақытта әділдік партияның алдында тұра берсін. Рахмет. Біз қазақ деген халық боламыз. Қазақтың кезінде бір ауылды бірақ ақсаға билеген. Соны обал сабағына жақсылық жаманына көңіл. Ал біз өзіміздің әдетіміздің ғұрпымыздан алыстап баратырмыз. Әділеттің аты ұнайды маған. Мен биге өзім араластым. Өкімет беріп жатыр. Обал не керек, өкімет қазіргі жағдайда оң өзгерістер көп. Қаржы жеткілікті. Даже естіп жатсыздар ма, қайда миллиардтар қаржылар жұмсалмай қайтарып алып, кейбіреулерді жаза қолданды. Міне бір-ақ нәрсе, 20-ның 3-ші варианты дейді мынау. Әлеуметтік жағдайы жоқ жұмыссыздарды жұмыспен қамту. Сонда мен мынау Шардара ауданында Жібекші деген жер болған. 10 жылдық мектеп болған. Пәленбай халық болған. Ал сол жерден бір ит оңбаған, кім берген білмейді. Облыстық Минфинге берді 8 адам тұрады жерде. Минфин ол білмейді кімнің бергенін. Біреудің қолы да жоқ. Сөйтеді ояқтан айтады, әлеуметтікке жатпайды адамдар. Ол жерде 100 адам ояқтан жүр. Соны мен анау өзіміздің депутаттарға айтып, кейін ол кісілер Минфинге барып, мына алғашқы ауылдағы документтерді көтергеннен кейін ол кісілер әкімге хат жазды, әкім содан кейін барып қозғалды документ. Маған мынау әділеттің ақ жолы деген, бұл бұрын-соңды біздер аққа құдай жақ деген сөз бар қазақта. Мысалы, ақ адамды әрқашан ел құрметтеген, сыйлаған. Сондықтан мына әділет партиямыз жақсы төгі. Құда қаласа осының ақсақалдармен бірігіп бәрімізді ойласып піскен континенті болмысы дейміз. Сөйтіп көп болып көптен қашып оян құтылмайды дейміз. Сондықтан келешегі әділеттің келешегі бар енді. Оған сенім зор. Менің айтайын дегені мен бір кездесін айтып кетпекшімін. Бұны өзі елдің қарын тойғызатын ауыл. Баяғыда айтқан едім ата-бабаларым, алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен. Ас қарынды тойды. Ауыл. Ауыл әр уақытта дотацияда болған. Бүгінгі күнде ауылымыз қандай? Жағдайы төмен. Төмен дейтінім, егіс уақытында, ертең орақ жиын уақытында ГСМ бәрі қымбаттап кетеді. Искусственно істеледі. Сонысы ауылдағы жүрген елде 1 гектар, 2 гектар жер жоқ. Алматы, Астана, тағы отырған кісілерде жүздеп мыңдап гектарлар жер бар. Армияға шақыратын жастар барғанда сонда неғылдап айтады. Мен отанымды қалай қорғайын, жері болмаса, ауылда азапты көргенде психология қалай болады. Тек мен азындай идея беріп жатырмын. Осы жөнінде істеуіміз керек. Ауылдағы елді жерлендіруіміз керек. İstemeydiğin adamlar taslasın yer. Onlar altı tölemeydi. Yekmeydi. Bırak bir o mal verdim olsa körükte örtüp gibi. Onu körük жүрміз. Екіншіден ауылда Минсельхоз бар. Облыста облыс сельхоз техника бар. Сельхоз управление. Ауданда да бар. Замакым, замиз бәрі бар. Ауылға барғанда ештеңе жоқ. Тек отчет кетеді. Ауыл әкімдігі не ол? Агроном емес. Я болмасам, агроном болса, ирригация мелицияны білмейді. Я техника жоқ, я тыңайтқыш жоқ. Қарап отырса, тек жер беріктеп, өзіміз алдап жүргендей. Гүлекемнің енді сол арзын қанағаттарды үшін дауысқа салайық енді, қанағаттарымызды. Қарсы. Жоқ. Енді төрағалыққа ұсынатын адамдарыңыз болса, кандидаттарыңыз болса өздеріңіз іштерін айтыңыздар. Біз поздравить қоюымыз керек. Екінші мәселе төрағаның орынбасарлары болу керек. Мен бір ұсынысым бар, рұқсат болса. Гүлекемде орынбасар ретінде қалай қарайсыз?
Son dağısqa salsaq. Kim? Qarşı. Yok. Ya Baqitjanды dürüs aytып olsunlar. Осы азаматты орынбасары ретінде сайласақ қалай қарайсыздар? Қолдасаңыздар дауыс көтеруіңізді сұраймын. Қарсы? Жоқ. Ал. Енді біз конференция өткізуіміз керек. Соны қалай қарайсыздар? Қарсы емессіздер ме? Онда сол мәселеге қарайық. Онда бұл конференцияда тұрған мәселе мынандай. Енді біз политсоветтің мүшелерін сайлауымыз керек. Политсовет мүшелерін. Бұл конференцияны сайланатын дүние. Политсовет емес, конференцияда сайланатын дүние. Сондықтан менде мынандай бір ұсыныс бар. Енді мен аралап жүрмін ғой облыстарды. Мына саны жағынан. Мына саны көп болып, сапасы жоқ болса, соның берекесі болмайды. Сондықтан қалай қарайсыздар? Не 7, не 9. Қайсында тоқтасақ? 7 ұсынысқа қарсы болмасаңыздар, дауыс берсеңіздер. 7 адам. Қарсы. Жоқ. Қабылданды дейміз. 7 адам деді. Так, енді мына саяси кеңестің бізде тізім бойынша 13 адам екен. Мыналарды біз шығаруымыз керек. Сонымен жаңадан сайлауымыз керек. 7 адам сайлауымыз керек. Ал енді мына азаматтарды шығару үшін. Так, Бектаев Исраил, Тубаева Салтанат, Кенсеитов Абдуали, Төлеев Әмірхан, Мұсыралиев Есіркеп, Сафаров Талғат, Жиенбаев Сайлау, Дәутеев Ұлан Қадыр, Жұмаділ Ұлы Қадырбай, Құралов Зәкір. Осы азаматтарға шығару үшін дауыс берейік. Кім сол үшін қолдарыңызды көтеріңіздер. Қарсы. Жоқ. Қабылданды. Енді жетеудегіңіздер, мінеки жетеу болды. Бұл тізім бойынша. Енді біз дауыс беріңіздер әрқайсыз. Қарсы емессіздер ме? Онда дауыс беріңіздер. Қарсы. Жоқ. Қабылданды. Ал енді осы азаматтарды құттықтап қояйық. Енді тағы бір сұрақ. Конференцияның, бұл енді конференция сайлап қойсақ, осы делегаттар кейін съезд болады да, сол съезге барады. Ол заңды түрде. Сондықтан біздің ана орталық комитетінің пленум шешімі бойынша 2 депутаттан, әр облыстан 2 депутаттан кем болмау керек. Әрине, төраға заңды түрде, 2 орынбасардың біреуі заңды түрде болу керек, бұл 2 адам дей беріңіздер. Енді мүмкін қосылатын егерде бізбен бірге баратын деген адамдар болса, кәрі оны ақылдасайық, міне осы азаматтар отырған кәрі, в основном мен так понял, мінеке тізімде де. Кім барады съезге? Кенбай мырзаға, Қоқбаев мырзаға, Тұрғанбек мырзаға, Үсенова Гүлекенге қалай дауыс береміз? Тізім бойынша ма, жоқ жеке-жеке ма? Тізім бойынша ма? Онда дауысқа салайық. Қарсы? Жоқ. Сайланды дедік. Санымызды да көбейтейік, сапамызды да жақсартайық, газетімізді де шығарайық. Ең үлкен тірлік ой тастау. Мен осы елдің атынан сіз сендірем, Құда қаласа абыроймен атқарамыз деп. Сіздерге сенеміз енді. Оңтүстік Қазақстан көмектесіңіздер мына төрағаларыңызға, орынбасарларына қолдап енді көмектесіп. Сол енді маған сұрақтарыңыз болмаса, рахмет.